Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Бүгін марттың 6-сы, қалған 3 бұқаны соятын боламыз. Бірінші бұқаны шығардық, беліне арқан байлап, құлату тәсілін жасап жатыр. Осындай тәсілмен бірдей 3 бұқаны жығып, бауыздап, құлататын боламыз. Мынау көріп тұрғандарыңыз бұл екінші бұқа, қара ала бұқа, әр жағындағысы қара бұқа сойылды. Бұл үшінші бұқа, қорада қабырғаның ең шетінде тұрған сары бұқа. Бұны да дәл сол әдіспен құлатып, жығып, бауыздаймыз. Осы құрылғыға бұқаларды ілеміз лебедка арқылы. Бірден екі бұқаны іліп, бірден терісі түсірілді. Ары қарай кеуде тұсынан тілініп, шек қарнын түсіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай шек қарын түсіру процесі жүріп жатыр. Осылай жаймен түсіре береміз. Мал союды екінті намаздан кейін бастадық. Сол себептен күн қараңғы болып кетті. Бірақ Алланың қалауымен бәрін сойып бітіріп, өлшеп үлгердік. Ал енді қорытынды жасап жіберейік. Бізде бірінші бұқа 216 кг шығарды. Екінші бұқа 132 кг шығарды. Үшінші бұқа 184 кг шығарды. Төртінші бұқа 192 кг шығарды. Кеткен жеміне келетін болсақ, бұқалардан бөлек бізде тағы да басқа малдар жеді, бірақ аз мөлшерде. Енді соны айтатын болсақ, бізде 23 қап кебек кетті, 11 қап арпа кетті, 4 қап тұз кетті 10 келіден, 11 қап комбикорм, 5 қап бидай, 1,5 қап ұн кетті. Осымен әзірге бордақылау процесі аяқталды. Себебі қораның ішінде, сыртында құрылыс жұмыстары жүретін болады. Кейін барлығы біткен соң жаңа деммен бастайтын боламыз. Плюс-минус бәрін ескердік, айтқан ақыл кеңестерді тыңдадық. Келесі жолы бұдан да жақсы результат көрсетуге тырысамын. Қандай кәсіп болмасын, қандай жұмыс болмасын, Аллах тағала бәріміздің ісімізге береке берсін. Ыбырай атамыз айтқандай, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды дейді. Сол себептен білім алайық, кәсіптенейік, өнер үйренейік, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Егер сен еліңе қызмет істей алсаң, егер сен мен елім осындай қызмет істедім дей алсаң, оның ішінде көре алсаң, онда сен азаматсың.